Ассалаумағалейкум ардақты алаш жұрты. Сәт түскен сұхбаттың бүгінгі айтары бөлек. Бүгін біз дұрыс тамақтанудың жолдары және даранан жайында айтатын боламыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Шахмарал Ағыбайұлы, диетолог маманы. Ассалаумағалейкум, Шахмарал Ағыбайұлы. Енді ең алғашқы сұрақ, мына дара нанның басқа наннан артықшылығы неде? Біріншіден біздің нанда ұн өнімі жоқ, дрожж жоқ, ашытқы жоқ. Сосын біз қалған нандар секілді химикаттар ештеңе қоспаймыз. Тек қана натуралды, табиғи өнімдермен істейміз. Яғни ешбір ұн қоспай, таза бидайдың өзінен жасайсыздар ма? Құр бидайдың өзі, бір шөйатқан бидайдың өзінен. Бір шөйатқан бидай. Соның үстіне 6 ингредиент қосып, бәрін қасанағанда 7 ингредиент болады. Содан осындай пайдалы, денсаулыққа өте пайдалы, әрі дәмді, ең бастысы нан жасаймыз. Құрамында не бар дара нанның? Ең біріншісі ол жаңағы бір шөйатқан бидай, одан асқабақ, қара құмық, гречка, сосын лен, тмин, кориандр, бапол және кішкене тұз, теңіздің тұзы. Осы арқылы нанды өнімге алып келесіз, иә? Иә, осы нанды сол қамырды дайындап, жақсылап араластырып, сосын мынандай формаға салып, пар араластырып, сондай пеш бар, пармен пісіретін. Пармен пісіреміз. Енді әңгіменің әлқисасын әрден бастайық. Жалпы осы дара нанды шығаруыңызға не себеп болды? Неліктен кәдімгі жұрттың бәрі жеп жүрген ақ нанды немесе қара нанды жемей, не себепсіз дара нанды шығардыңыз? Осыдан 5 жыл бұрын мен тамақтану әдебін практика күйінде үйреніп, 5 жыл бұрын бастадым. Тамақтану әдебін дұрыстап, қалай тамақтану керек, не жеу керек, не жемеу керек. Сосын 4 жыл өткеннен кейін осы нан мен ашытқының құрамын зерттеп, үйге келдім де келіншегіме айттым, бүгіннен бастап нан жемейміз дедім. Енді не жейміз де нанның орнына? Көр, интернеттен ізде, орнына бір ауыстыратын не бар. Сөйтіп, үйге келсем бір күн айтады, осындай бидайдан, бір шөйатқан бидайдан нан істеуге болады. Келіншегіңіз айтты сізге? Келіншегім айтты. Сөйтіп істеп көрдік. Мен ол уақытта осындай бидайды экспортқа шығаратын бір кісінің қол астында жұмыс істеп жүрген. Сол кісіден бидай сұрап алдым, ол кісі маған бір пакет бидай сұрасам, бір қап бидай әкеліп берді. Содан істеп көрдік, ұнады, өзімізге ұнады. Сосын бір күні обедке жолдас балаларымыз келді, нан істейіп, осы нан сатуын сұрады. Үйде бірінші 5 нан істеп бастадық өзіміз. Сөйтіп, олар өздерінің туысқандарына нан істегізген, олар ұнатқан. Сөйтіп, 5 нан күніге 10 болып кетті, одан кейін 15-20-ға шейін барды. Одан кейін үйде істеу мүмкін емес болғандықтан наубайхананы тауып, жалға алып, үлкен көлемде істей бастадық. Бизнестің көзі ашылды сіздер үшін? Иә, бизнестің көзі ашылды. Одан кейін бір диетолог кісі дәмін көріп, өзінің бастығына нан істегізіп, ол кісі ұнады. Ол кісі, оның бастығы Астанадағы медакадемияның институт проблем питанияның директоры болып шықты. Даленов Ерболат Дербесалиевич деген кісі. Ол кісі мені өзіне шақырып, осы нанды бірлесіп, осы институтпен бірлесіп, өзінің жаңағы ойлап тапқан 2007 жылы елбасымыздың несімен, үкімімен осы Арал теңізінен зардап шеккен адамдарға табиғи бір өнім ойлап тапсын деп бұйрық берген. Олардың ағзасындағы артық тұзды сорып алатын. Сөйтіп 2007 жылы Даленов Ерболат Дербесалиевич, Тейль Леонид Зигмундович деген екі профессор осы іске кірісіп, осы бапол деген табиғи өнімді ойлап тапты. Технологиясымен бәрін. Сөйтіп, ол бүкіл зерттеулердің бәрін жақсы өтіп, Арал теңізінде зардап шеккен кісілерден, одан кейін Семейге жіберіп, ол жақтан. Қандай жүйе атқарады сонда бапол дегеніміз? Бапол ол балластный полисахарид деген үлкен сөздің қысқаша сөзі. Ол адамның ағзасына кіргеннен кейін, ол асқазанда қорытылмайды. Ол асқазандағы
бүкіл қоқсық, токсин, тоз, радиация, былай айтқанда адамның ағзасына кері әсер келтіретін бүкіл жаман заттардың бәрін өзінің бойына губка сияқты сіңіріп алады да, сөйтіп шығып кетеді үлкен дәртпен шығып кетеді, иә. Ал оны сонда не нәрсеге қосты Баполда жаңағы аралдықта көретін? Нанға қосты ма? ол кезде олар суға қосты, айранға қосты, тамаққа қосты, салатқа қосты, кез келген тағам өніміне қоса беруге болады. Профессордың маған айтқан ұсынысы осыны енді ол нанға қосайық деп, өйткені нан ол күнделікті қолданылатын тағам. Ал Баполды мысалға тамақ ішіп ұмытып кетуі мүмкін, қосып не алуға болмаса ол кез келген магазиндерде сатыла бермейді. Үлкен супермаркеттерде диетический отделдің ғана полкасында тұрады, ал былай басқа жерлерде сатылмайды. Ол менің өзім 2007-тен бері ол Бапол туралы 2018-дің жазында естідім. Сөйтіп біз сол танысқаннан кейін бірлесе жұмыс істеп, нанның құрамына қосып, сол институтпен бірге клиникалық зерттеулерді өткізіп адамдарға, сөйтіп олардың осы 2019-дің наурызында, 13 наурызда ресми түрде қағазымызды алдық. Бұл осы нанның денсаулыққа өте пайдалы екенін дәлелдейтін. Кез келген наннан, кәдімгі біз жеп жүрген наннан әлдеқайда пайдалы екені, зиянсыз екенін. Кішкентайдан бастап үлкенге шейін пайдасы бар екен дәлелденді. Ал бағанағы мен айттым ғой, не үшін бұл нанға көшкен себебім, дрожды сосын зерттеген кезде, жалпы дрож ол 1936 жылы былай айтқанда осы қазіргі зиянды дрож дүниеге келді Германияда. Гитлердің несімен, бұйрығымен сол немістердің ученыйлары модифицировать етеді дрожды. Андай термофильный дрож шығарады. Термофильный дрож ол 200 градус температураға шейін шыдай береді, өлмейді. Соны 36 жылы енгізіп, істеген өнімнің нәтижесінің, зерттеулер нәтижесінің Гембельске алып келген кезде, Гембельс деген ол кезде министр болған. Министр соны көріп жазған, немістің солдаттарына бұл дрождан қолданған пісірген нан бермесін. Және де олар сол кезден бастап соғысқа дайындалған. Сол кезде екінші жазғаны, солдаттарға бермесінен кейін екінші жазғаны, біз егерде СССР-да соғыспен жеңбесек, біз оларды дрожбен жеңеміз деп, біз оған және көмектесеміз деген. Сөйтіп 38 жылы олар СССР-ге гуманитарный помощь ретінде бір эшелон жібереді, пойыз. Соның ішінде прессованный сухие дрожжи жібереді. Содан бастап дрожж біздің СССР-ге еніп келеді. Содан бастап уже сол дрожж біздің СССР-дің ГОСТына кіріп кетеді. Мысалы, интернеттен қарасаңыз, ГОСТ 171-81 деген, ол СССР-дің кезіне әлі күнге шейін келатқан ГОСТ дрожждың. Соның құрамында химикалық заттарды көрсеңіз, сіз дрожжды атымен қолдануға бас тартасыз. Сол ең бірінші түрткі болған маған. Өйткені зерттеулер нәтижесінде үшінші, енді олар жаңағы тышқандарға зерттеулер жүргізеді. Сол кезде бірінші жеген тышқандар, олардың балалардың баласынан кейін үшінші кезең ары қарай дамымай қойды. Олардың уже айтқанда дрождың зияны. Олар ары қарай уже несі таралмайды. Яғни бүгінгі таңда ұрпақ сүйе алмау. Сосын адамның ағзасында раковый клеткалар жатады. Біздің барлықтарымыздың ағзамызда раковый клеткалар бар. Бұлар біздің иммунитет, олар ұйықтап отырады әрдайым. Сондай функция иммунитет. Ал жаңағы дрождың бірінші мақсаты сол раковый клеткаларды ояту. Ол бірден оятпайды. Адам нанды жейді, жылдай бойы жейді, сосын уже анау иммунитет әлсірей бастайды да, сосын уже дрожды раковый клеткаларды ұйықтататын шамаға келмей қалған кезде, ол уже раковый клеткалар өзінің күшіне еніп, оянғаннан кейін неше түрлі аурулар пайда болады. Ең бірінші гастрит пайда болады, одан кейін язва желудка пайда болады. Язваның арты уже ракқа ұласады. Сол себептен біз дрожждан ең бірінші бас тартуымыздың себебі ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу. Ал егер де мысалға менің өзім үйімде осылай нан пісіріп жейміз, дүкеннен сатып алмаймыз, нақтырақ айтқанда. Мысалға мен үйде дрожжды тоқтатып, кәдімгі аштықымен, қолдың аштықысымен нан пісірсек,
оның пайдасы бола ма бізге? Мен мысалы дара нанды сатып алмай ақ сол нанды үйде пісіріп іше берсем. Пайдасы былай айтқанда, егер де сіздің ұныңыз қандай ұннан істейсіз, бірінші мәселе сода. Өйткені дрожжыдан кейінгі біздің зерттеулер нәтижесінде қазіргі ұнның өзінде құрамында көптеген химикаттар бар. Ол химикаттардың бірі, мысалы, біреуінің функциясы ұнның ұзақ мерзімге сақталуын қамтамасыз ету. Екіншісі, ең нашар ұнның ең жоғарғы сұрыптағы ұнмен қатар сапа көрсету үшін қолданылады. Ал ол химикат адамның ағзасына түскеннен кейін біздің асқазанымызда бүр бар да, сол бүрді кәдімгі пластилин сияқты, қалай айтсам болады, бетон сияқты үстінен келіп жатып алғаннан кейін ары қарай пайдалы дәрумендерді, пайдалы заттарды сіңуіне айтқанда блок қылып қояды да. Сол себептен оның үстіне түскен тағам ол уже қорытылмайды, ол шірейді. Шіріген жерде уже былай айтқанда нашар, жаман бактериялар таралғаннан кейін неше түрлі аурулардың тудырады. Бойымызға витамин бармайды, екі бастан. Үстінен қанша витамин килограммдап жесеңіз де ол ешқандай әсерін бермейді. Енді осы нанның, дрожждың зиянын білдік, кәдімгі ұнның зиян екенін білдік. Жалпы сонда біз ет асып ет жейтін боламыз, ол кезде жаймай жейтін боламыз. Қайткен күнде ұннан дәл қазір таңда қашып кете алмаймыз ғой. Қандай тағы бір жолдары бар деген сияқты. Көбінесе біздің институтта бізге дәріс берген профессорымыз Ерболат Дербісовичтің айтуы бойынша негізі қамыр мен ет бір-біріне сәйкесімді емес. Ол медицина түрінде, ғылым түрінде дәлелденген. Ет пен күріш сәйкесімді. Айтқанымыз, арпамен байланысты бүкіл дәнді дақылдар олар етпен сәйкесімді бола береді. Біздің бидай ол да арпаға жатады. Бірақ бұл бүршік атқан бидай. Бүршік атқан бидай мен бүршік атпаған бидайдың айырмашылығы, анау ұйықтап атсам бүршік атқан бидай оянған. Оянған бүршік атқан бидайдың құрамында тек қана минералдар мен дәрумендер ғана емес, аминокислоттар дүниеге келеді. Сөйтіп, соны біз пайдаланып, бірден үстіне қалған ингредиенттерді қосып нан істеп береміз. Сол себептен неғұрлым біз ұннан бас тартсақ, соғұрлым асқазанымыздың жұмыс істеу жүйесі ретке келеді. Енді сөздің шынын айту керек, бәрімізде де қазіргі таңда асқазаны өте жақсы жұмыс жасайды деп айта алмаймыз. Артық кекіреміз, тамаққа тойып алғаннан кейін асқазанымыз ауырады. Жалпы енді сіз диетологсыз ғой, маман ретінде айтыңызшы, дұрыс тамақтанудың ең алғашқы шарттары қандай? Мысалы, мынадай ең алғашқы 3 шартты қолдансаң, асқазаның бір қалыпқа енеді деген секілді. Өте жақсы сұрақ. Мысалға, біз көлікті отырар кезде, мысалы қыстың күні кішкене қыздырып аламыз, сосын барып жүреміз, өйткені жаңа мотордың жақсы жұмыс істеуіне бір жақсы жағдай жасаймыз да. Сол себепті бізде асқазанымызда бірден тамақ түспес бұрын оған кішкене бір оталдырып жіберу сияқты, бір су ішіп жіберу керек. Тамақтан алдын жылы су. Сөйтіп, бір 10-20 минуттан кейін уже асқа отырып, біздің ең бірінші қателігіміз астан кейін немесе аспен бірге немесе шай ішеміз, немесе су ішеміз, немесе басқа нәрсе ішеміз. Содан біз асқазанымыздың жұмыс істеу жүйесін құртамыз. Біздің ең басты мәселе осыда. Яғни тамақтың алдында 20 минут бұрын, 15 минут бұрын, 15-20 минут бұрын су немесе шай ішіп алуымыз керек сонда. Сұйықтықты. Сөйтіп тамақ ішесіз. Тамақ ішіп болғаннан кейін ең құрмағанда жарты сағаттан кейін барып су немесе шай ішкен дұрыс. Сол кезде сіздің асқазаныңыз ойдағыдай жұмыс істейді. Және де жаңағыдай ұнның, нанның, ұнның жасалған тағамдар көп болса, ол кезде жаңағыдай ауырлық пайда болады адамның асқазанында. Одан газообразование болады, жаңағы кекіресіз. Сосын оның арты іштің тұрып қалуына алып келеді. Орысша айтқанда запор деп айтады да. Сол запордан құтылу үшін артынан сосын жұрттар кола ішіп жүрсең асқазан жұмыс істейді. Кола ол бәрін ыдыратып жібереді. Сол себептен ол жеңіл сияқты болып сезінеді, шын мәнінде ол асқазанға өте ауыр. Сіз одан сайын қиналып тұрған асқазанды одан сайын қиналдырып жібересіз да. Былай айтқанда зорлап тұрып жұмыстар өткізіп жібересіз да. Ал біздің нанды жеген көп адамдар ең бірінші таң қалатын нәрсесі, бүгін мысалы бірінші рет жеді ма,
ертесінен нәтижесіне көз жетіп, әсіресе осы ас қорыту жүйесінің қалай жұмыс істей бастағаны, қалай үлкендердікі жақсы барған, соны айтып келеді да, қуанып айтып келеді. Өйткені ол кісі осы уақытқа шейін соны іш тұрып қалумен, былай айтқанда, қиналған. Сосын олар неше түрлі дәрілер ішеді, мезим деген сияқты, басқа да көп қой іште жүргізетін дәрілер. Ас қорытуға. Ас қорытуда. Ол былай айтқанда шынайы емес, былай искусственно жұмыс өткізеді асқазан. Ол асқазан қиналады сосын. Сонда асқазанымыз тамақты жақсы қорыту үшін ең алдымен 15-20 минут бұрын су ішіп алуымыз керекпіз. Тамақтың үстінде су болмайды. Болмайды. Сорпа, айран болады. Шұбат, қымыз барлығы бола береді. Тек жаңағы су мен шай. Су мен шай болмайды. Сосын жаңағы себебі неге? Газдалған сулар барды, олар да болмайды. Себебі? Өйткені судың құрамы басқа. Сорпа ол уже ол химикалық тұрғыда ол су емес, ол уже бойына жаңа еттің майын, сүйектің майын сіңіргеннен кейін ол уже ас деп айтуға болады. Ол кішігірім сорпа, ол да ас. Айран ол да ас. Ода бифидобактерия бар ішінде, кальций бар. Ол сұйықтыққа жатпайды. Қымыз, шұбат та олар уже сүт өнімдері. Ең бастысы еттен кейін кәдімгі сиырдың сүтін ішпесеңіз болады. Ол уже сәйкесімді емес, қалғандар сәйкесімді. Сондай бізде өкінішке орай тамақтану әдебінің былай айтқанда культурасы жоқ та. Біз жеп жатқан нәрселеріміздің бәрі былай қарасаңыз шынымен де табиғи жақсы нәрселер, бірақ оның кезегін білмейміз да, неден кейін не жеу керек, неден кейін не ішу керек, қалай істеу керек, соны білмейміз. Біз тойбасақ болды. Тамақ ішкен кезде де асқазанды үшке бөлу керек. Бір жартысы суға, бір жартысы тамаққа, бір жартысы бос қалу керек. Қатты той болуға да болмайды. Иә, қатты той болсаңыз, сіз былай кең кеудемен дем ала алмайсыз, кең кеудемен дем алмағаннан кейін қанға оттегі дұрыс бармайды. Асқазан қиналады, оған қорыту үшін қанның бәрі сол жерге шоғырланады, адам былай айтқанда әлсіз болып қалады да. Көбісінің тамақ ішіп болғаннан кейін өйтіп қисайып ұйықтап қалғысы келетін себебі де сол. Асқазан қиналады. Көп ішіп қояды да. Көп ішіп қояды. Көп ішіп қояды, соның энергияның бәрі асқазанға кетіп қалады, сосын жатып дем алсам ба деген ойлар кетеді. Ой келеді дейсіз. Өйткені организм шаршап қалды да. Иә. Бүгінгі таңда соңғы кезде байқаймыз, жалпы әлеуметтік желілерде, Инстаграм парақшасында енді қазір көп қой. Сізді жас белсенділер көбірек қолдағанын көреміз. Ақболат Өтебай, Нұрболхан, Жақау, Мейіржан, сол секілді жалпы жас буынның көбірек сіздерді қолдап репост жасаған байқаймыз. Мақсатыңыз қандай? Осы жастарға әсіресе көбірек нанды өткізу ме, әлде қалай? Жалпы біздің мақсатымыз, мынау біздің профессормен бірге, осы институтпен бірге жалпы мақсатымыз жастарды дұрыс тамақтануға үйрету, баулу. Өйткені көбісінің қателігі бірінші орында салауатты өмір салты деп ойлайды. Негізінде бірінші орында тамақтану әдебі. Спорттан бұрын. Сосын барып екінші орында салауатты өмір салты. Егер де сіздің ішіп жатқан нәрсеңіз құнарсыз болса, немесе дұрыс емес болса, сізде қанша спортпен айналыссаңыз да, сізде нәтиже бермейсіз. Бұл айтқанда, іргетасыңызды жақсылап қалап алмайынша, үстіне қанша зәулім үй соқсаңыз да, ол құлайды. Сол сияқты сіз іргетасыңызды жақсылап нық орнатып алуыңыз керексіз да. Ал егер де сіз сол тамақтану әдебін дұрыстап алсаңыз, ол тамағыңыздың бәрі сіңіп, сіз спортпен артына айналысқаннан кейін сіз уже нәтиже көрсете бастайсыз. Сол себептен 2012 жылғы зерттеулер нәтижесінде Қазақстанда өкінішке орай дені сау адамдар табылмаған. Мүлде. Бір жер күш жұмыс істесе, екінші жер дұрыс жұмыс істемейді. Бірінші орында тұрған ақаулардың бірі ол ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмыс істемейді. Асқазан. Ал егер де асқазан дұрыс жұмыс істемесе, ол бүкіл иммунитет дұрыс жұмыс істемейді. Өйткені біздің жүректен кейінгі екінші былай айтқанда қозғалтқышымыз ол асқазан. Асқазан дұрыс жұмыс істесе, иммунитет болмағаннан кейін ауырамыз. Иммунитет дұрыс болмағаннан ауырамыз. Біз енді былай айтқанда жаңағы соғыстан кейінгі келе жатқан енді біз екінші поколениямыз. Енді біз келесі поколенияға өтіп кетпеу керек та ол. Осы ол жастардың бәрі қазір барлықтарымыздың Аллаға шүкір отбасымыз бар, балаларымыз бар. Біз осы қазіргі жаңағы сіз айтқан жігіттерді, жастарды соларды үйретіп алсақ тамақтану әдебіне, олар өздерінің балаларына үйретеді, балалары өздерінің балаларына үйретеді. Сол себептен
біз жақсы нәрсені бастасақ, жақсы нәрсеге шақырып, осындай табиғи нәрсе жеңіздер. Бұл жерде біздің көздеген мақсатымыз тек бизнес сату, ақша табу емес. Біздің көздеген мақсатымыз ұлтымыздың денсаулығы. Өзіміздің Денсау ұрпақтың көп болуы. денсау ұрпақтың көп болуы. Иә. Өйткені біздің бұл нанды жеген бір фармацевт Тастенов Рахат Қайратович деген фармацевт жеп құрамын оқып айтады, бұл нан кейбір дәрі-дәрмектермен биологически активный добавкалардан көп дейді, бұның құрамында пайдасы. Сол себептен Гиппократ айтады ғой, сіздің ішкен тамағыңыз сіздің дәріңіз болу керек. Сіздің дәріңіз сіздің ішкен тамағыңыз болу керек. Бұл соған сай, былай айтқанда. Біз оны істедік, біз оны дәміне, пайдасына ғана көңіл бөлдік те, ал оның артынша жаңағыдай мамандардың сондай оның пайдасы бар екен айтқан кезде одан сайын қуандық та. Сол себептен біздің ең басты көздеген мақсатымыз жастарымыздың, келешек ұрпағымыздың ең бірінші ас қорыту жүйесін ретке келтіру. Өйткені қазір көптеген педиатрлар айтып жатыр, балалардың аурулары әсіресе ас қорыту жүйесіне байланысты көбейіп кетті, жақсарып кетті дейді. Мысалы 30-40-та келетін аурумен қазір 10-15-тегі бала ауырып жатыр дейді. Неге? Барлығын жейтін дәрі. Қамырдың үстіне, оның үстіне жей береді, мысалы. Фастфуд жейді, ода углевод. Одан кейін қамыр жейді, ода углевод. Одан кейін булочка жейді, жаңа басқа жейді. Бәрін печенье, бәрін қарап тұрсаң, бәрінде ұн. Ұнның құрамында жаңа айтқан химикаттар бар. Олардың бәрі рафинированы. Оған еще маргарин қосылады, басқандай химиктер, дрожь қосылады. Сөйтіп углеводтың үстіне углевод себергеннен. Сонда балдарыңызға печенье бермейсіз ғой қазіргі таңда, иә? Біз балаларымызға сол печенье бермес үшін осындай коржик дейді, біреулер пряник дейді, сол бір-біршке айтқан береді. Бірақ қанттың орнына құрма, банан және де мейіз қосамыз. Табиғи қант, былай айтқанда, табиғи глюкоза мен фруктоза. Иә. Зиян жоқ. Зиян жоқ. 2 жасар менің ең кішкентай балам, 2-де соның өзі сүйсініп жейді. Өйткені бізде вилочковая железа деген бар, сол бүкіл иммунитетке жауап беретін, былай айтқанда, кішігірім орган. Сол егерде өзіне пайдалы нәрсені адамның аузына түскенін сезсе, ол соны же деп, былай айтқанда, не береді, бұйрық береді. Соны адам соны сүйсініп жейді. Көп мен жолдас балаларым, таныстарым осы нанды, осы коржикті балаларына алып берген кезде байқағаны сол. Даже нанды алып берген кезде де балалардың сөйтіп сүйсініп жегенін көріп таңғалып отыр да. Біздің балаларымыз негізі тамақты таңдап жейді, нанды алып келіп талап алып кетіп жеп қойды деп таңғалып отыр. Оның бәрі неге? Өйткені табиғидің аты табиғи. Түйін сұрақ, бағасы қалай? Қолжетімді ме қарапайым халыққа? Бағасы қолжетімді. Біз 200 теңге деп қойдық. Нанның бағасын, коржиктің бағасын 60 теңге деп қойдық. Бір штугы, иә? Бір данасы. Бір кісі осыны жеп көріп, несін құрамын оқып айтады, 200 теңгеге аз емес па дейді, нандардың бағасы. Біледі, негізі бізден де қымбат сатып жатқандар бар дедік. 220, 250, 500, 700-дікі деген бар екен. Біз оны білмейміз. Бірақ біз айттық енді қазақта мақал бар ғой, ашыққаннан құныққан жаман деп. Бізге бұл баға, былай айтқанда, аса көп те емес, аса аз да емес, орташа. Бізге де кәсіпкер ретінде орташа, тұтынып отқан адамдарға да орташа. Енді бұл нан өзімен тек қана нанның ғана функциясын атқармайды. Бұл біріншіден тағамның функциясын атқарады, екіншіден адамның асқазанын тазалайтын, жүректің системасын, қан тамырының системасын ретке келтіретін, жалпы иммунитетті көтеретін, былай айтқанда табиғи дәрі ретінде қызмет атқарады. Сосын жаңағыдай асқазан жүрмей қалған адамдардың басқа да дәрі алып ішпей, тек қана осы нанды жесе, сол асқазанды жүргізетін. Сосын төртіншіден артық салмақ қосудан қорқатын немесе спортшылар болады, мысалы жарысқа дайындалған кезде, олар салмақ қуу деген бар да. Бұл нанды жеп адам 1 грамм салмақ қоспайды, өйткені таза табиғи дәрумендері бар ішінде, бәрі бірде-бір химикатсыз, және де бұда ең көп клетчатка көп бұда. Сол клетчатка адамды жаңа асқазан бәрін сыпырғымен тазалағандай тазалап шығады. Ең бірінші әсер беретін сол. Рахмет сізге Шахмарал Ағыбайұлы, алтын уақытыңызды қиып келіп, жалпы осы бізге пайдалы астың не екенін түсіндіргеніңізге
жалпы осы ел үшін дәл осындай жақсы нәрсені ойлап тауып және оны үгіттеп насихаттап жүргеніңізге алғыс айтамыз. Осы дана еліміздің дара нанын асқақтатып жүре беріңіздерге тілек айтамыз. Қадірлі көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Сәт түскен сұхбаттың келесі айларында кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.